Сәлем қыздар, біз бүгін обалденный, сочный, мощный котлеты жасайтын боламыз. Ол үшін бізге измельчить ету керек лукты и кішкене бір зубчик чеснокты. Сонымен дыр-дыр еткізіп, оны мельчить етіп аламыз күштілеп. Одан кейін бізге фарш керек болады. Содан кейін оның үстінде лукты және чеснокты фарштың ішіне қосамыз. Күштілеп тұрып, оның дәмін керемет келтіреді. Біздің котлетамыздың ең главный секреті ол сочный болу үшін, мягкий болу үшін нанның ортасы бар ғой, жұмсақ жерін. Соны алып, чашкаға салып, оны үстіне сүт құйып, бұқтыртып қоямыз. То есть жұмсақ қылдырып қоямыз. Одан кейін біз оны фаршқа қосамыз. Надо будет поперчить, посолить, өзіңізге ұнайтын специяларды салып, одан кейін үстіне бір жұмыртқаны сеуіп, и обязательно манный каша. Манный каша на глаз болу керек. Примерно 2-3 қасық столовая ложка. Содан кейін оны 15 минутқа қойып қоямыз, как минимум. Оны қойғаннан кейін жақсылап керемет күшті қылдырып араластырып алып, котлетті отбивать етіп, үсті формасын жасап, кішкене қойып қоямыз. Сол кезде котлет тұзы да бәрі, бұрышы да бәрі күшті сінеді. Одан кейін манный каша өзінің формасын келтіреді. Сол кезде сочный, мощный котлеті точно шығады. Майды қыздырып аламыз, оны екі шетінен кішкене қызартып, қуырып аламыз. И так и дальше продолжаемыз, бүткіл котлеттерді сөйтіп қуырып аламыз. Егер менің каналым саған ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қой, маған будет приятно. И обязательно подпишись, потому что менде бұл каналда өте көп оңай және тез жасалатын рецепттер. Так что давай подпишись. Обязательно комментарий жаз қой, лайк бас. Мне будет очень приятно. Так, насчет котлет. Котлетімізді күштілеп жарты етіп аламыз екі шетінен. Содан кейін біз оны прожаркасын дайындайтын боламыз. Күштілеп жарты етіп аламыз. Прожаркаға бізге басқа сковородка қажет болады. Прожаркаға бізге бір лук керек, бір морковь керек и чесночок. И морковьті мен теркадан өткізіп алам, чтобы сочный болу үшін. Морковьті өткізіп алдым, потом лукты измельчить етіп аламын. Кубик қап тураймын мен основном, потом дейтін сарымсақ чесночокты күштілеп тұрып турап аламыз, мелкий қылдырып. Одан кейін прожаркаға біз сковородканы дайындаймыз. Осы видео мені мутный болып қалды, ренжімейсіздер. Но здесь будет понятно. В общем, лук-то пожарили до прозрачности. Потом лучок положили. Потом пожарили хорошенько оны. Одан кейін күштілеп жарты етіп боласыздар. Сарымсақты тоже, чесночокты тоже қосамыз. Одан кейін бізге томат қосу керек болады. Томатты қосып күштілеп қуырып аласыздар, бірақ күйкетпеу керек. Потом су құямыз. На глаз примерно 2-3 стакан шығар. Сосын мен люблю паприку. Сосын кейін специи өздеріңізге ұнайтын поперчить, посолить саласыздар да, кішкене су қайнағанша тұрады. Одан кейін самый секретный ингредиент бұл соусымыз сочный, густоватый болу үшін суға ұнды қосып, бір столовая ложка соны араластырып, ситадан өткізіп, сол неге салсаңыздар, сол кезде қоюлау болады соусы. Вот, вуаля, мощные сочные котлеты готовы.